Мадина Абылқасымова басқаратын агенттік алаяқтық несиені азайту бойынша бір негізгі банкілердің заңбұзушылығы бар. Бұл мынау қарыздарын асып кетуі. Біз коэффициент долговой нагрузки дейді. Мысалы, ол қарыздан бұрынғы қарыздан асып кетпеу керек. Бұл қандай жағдай? Мысалы, бір адам заң бойынша 200 мың айлық алатын болса, оны аймай төлемдері 100 мыңнан аспау керек, 50%. Заңда бар, жазып қойдық. Заң бойынша олар бұзбау керек. Бірақ біз байқап тұрғанымыз, алаяқтық несиенің көбісі бұл талапты орындамайды. Банкілер оңға, солға бұндай несиелер бере береді. Өткенде мен айтып кеттім ғой, мысалы, зейнеткер апай 20 миллион кредит береді. Неге береді? Бірақ байқадық, заң бар, бірақ орындалмайды. Мадина Абылқасымованы бақылау керек. Ештеме банктар жауапкершіліктер жоқ. Біз айтып отырмыз, неге өз банк төлемейді соны? Банк төлеу керек, заңды бұзды ғой. Бұлар айтады, енді заң бұзса, біз кейін оларға тәртіпке шақырамыз. Тәртіпке шақырамыз деген қалай? Банк азаматтарын құқығын бұзып, заңсыз несие тіркейді, сіз оған штраф саламын, жаңағы замечание жасаймын, сосын оларға жаңағы ескертеміз, басқа қыламыз. Қажет емес ондай, болмайды. Біз заңға жазуымыз керек. Егер өз банкі өз қолымен қарызы көп адамға, айлығы жетпейтін адамға несие берсе, сол артығымен берген несиені банк өз қаражатымен жабу керек. Болмаса қалай? Неге оны қорғап отырсыз? Неге осындай лоббистік бізге көріністер бар? Неге Мадина Абылқасымова жеке банктарды қорғап отыр? Неге МФО-ларды қорғап отыр? Президент айтты ғой, біз азаматтардың қарызын көбейтпеуіміз керек дейді. Біздің Аманат партиясын қарызсыз қоғам деген үлкен жүйе жасап жатырмыз. Біздің ойымыз қалай біз қарыздар, төлемейтін қарыздар көбейтпек деп ойлап жүрміз. Бүкіл мемлекет болып Мадина Абылқасымова басқаратын агенттік керісінше бүкіл банкілерге қарыз көбейту үшін соларға көмек жасап, барлығына рұқсат беріп болған. Біздің Бақытжан Базарбек екеуміз талабымыз, егер банкі өз шешіммен, өзі артығымен қарызына қарамай, төлей алатын қабілетіне қарамай, егер несие беретін болса, ондай несиелер міндетті түрде банкін өз қаражаты арқылы списанияға кету керек. Үйтпесе болмайды. Осын біз талап етеміз. Егер бұл орындалмаса, бұндай заң бізге қажет жоқ. Біз өткізбейміз ондай заңды.